қалай өмір сүргеніңді жырлаймын. Күрсінгенің, күлгеніңді жырлаймын. Тәй-тәй басқан тірлігіңді қызықтап, қараңғыға жасырынған нұрдаймын. Жан адамға жария қылман мен мұны. Сенсіз өгей дүниенің кеңдігі, сені ғана күтуменен өтеді, аз ба, көп пе қалған. Осы өлеңнің иесі есімде қалмапты. Ол үшін автор мені сөкпес. Көңіл күйімді дөп басқан соң қойын дәптеріме түсіріп алып едім. Бір күні сол өлеңнің әсерімен осы кітапты бастап кеттім. Алдымен мына қарапайым ақиқатты айтайын. Қайта-қайта кітап жазып, жазушылардың қаламына жармасайын, атымды шығарайын деген ойдан мүлде аулақпын. Кісінің өз болмысын, көңілдегісін, өмірден көрген түйгені жеткізу, естелік жазу үшін, анау айтқандай бәлендей мүйізі қарағайдай жазушы болудың қажеті жоқ шығар. Бұл құдіретті өнерді қомсыну, қорлау емес, өзімнің пайымым, пәлсапам. Қысқасы, кітап жазумен атың бәйгеден келмес. Біреуге пайдасы я тиер, я тимес. Өмірден көрген білгеніңді, көңілге түйгеніңді айтып кету де парыз. Кейде адалдық деген киелі қасиет біздің буынның бойында ғана тұмардай сақталып қалған ба деген ойға да берілем. Қайдан білейін, бұл ойым көпірлік көрінер, бірақ солай-ау деген пікірге де еріксіз табан тіре берем. Біз айқайламай, аттандамай-ақ үнсіз ғана еңбек етуді білдік. Ай мен күн айғайламай-ақ шығады ғой деп ғабең айтқандай тәубемен өмір сүрдік. Жалпы еңбектенген адамға еленбей қаламын-ау деп қиналудың да еш қисыны жоқ секілді. Менің әбіш досым бірде өмір күрес деп жүрміз, өмір еңбек деді. Осы сөз көп ден қойғызады. Жоқ жерден жаға жыртысып, бірін-бірі өмір бақи аңдып, қызыл көзденіп, өтетіндер ғана өмірді өзінше күреске айналдырып алған сыңайлы. Дәулетім бар, бақытым бар демеңіз. Тамағым тоқ, көйлегім көк демеңіз. Дәуіттің 30 ұлын бір күнде алған, адамға бәле жала жоқ демеңіз деген екен шалақын. Бұл баба ескерткендей өмірде мұңсыз, қамсыз болған аса жақсылық емес-ау. Қуаныш ортақтаса көбейет, қайғы бөліссе азаят деген халқымның даналығына басымды иіп, өмірімнің өткелек, өкінішті, өнегелі тұстарын тағы да бір мәрте ой елегінен өткізіп, оқырмандармен сырлассам, ойлассам деп, қасиетті қаламға тағы бір мәрте қолқа салған түрім бар. Өз басым ұлы тұлғалар тағдыры туралы жазылған естелік туындыларды көбірек оқығанды ұнатушы едім. Себебі ондай дүниелерде өмірдің өз шындығы еш боямасыз айтылады. Көп үйренесің, көңілге көп тоқисың. Бір мезет өзің де сағаттың тіліндей жылжып бара жатқан ғұмырыңа, алдартыңа бір қарайлайсың, өзіңді естелікпен өмір сүретін кезеңге аяқ басқандай сезінесің. Кісі баласы өз басынан өткізген қуанышты, қайғылы сәттерді қалай қабылдап, қалай ғұмыр кешетіні өз еркіндігі Тәңірі сыйлаған төзімділікке байланысты іске асыратын шаруа ғой. Десек те өмірде ерте ме, кеш пе ауысып келіп жататын осынау егіз стихияны қатар алып жүрудің өзі сахнада, экранда сол стихиямен тіршілік кешетін өнердің адамына аса оңай шаруа емес. Трагедиялық халдегі қаншама кейіпкерді сомдағаннан ба, өмірдегі шынайы, жаныңа тым жақын қайғыны қабылдауға да кейде етің өліп кеткендейсің. Өлім дегеннің өзі де қорқынышты емес жағдайға айналып кететін кездері болады. Бірақ сол қайғының кейде сені билеп алғаны сонша ұдайы өзіңмен бірге жаңғырығы да жүреді. Майраның әні атты кітабымнан кейін осы бір сағынышымды сар уайымға салдырмай, бәріне көнген, бәріне де бас ұрған пенденің кейпімен, көтеріңкі көңілімен, еңсемді тік ұстап, желдіріп жазсам деген ниетте болып едім. Өтпеген күнде мені мынау пәни жалғанға ұзағырақ жолаушы етіп тастап кеткен Майрамнан, екі ұлым, маңдайдағы екі жұлдызым, қос қанатым, қос қозымның рухы кешпес. Қалай дегенде де енді маған естелікпен де өмір сүруге тура келеді. Есімдегілерді еңіремей, егіле бермей, еміреніп жазсам деген ойға тоқтадым.
Сонымен сендерді сағынған сәттегі жастыққа төгілген көз жасымның мөлдір моншақтары, мөлдір мезеттері, мөлдір мұңдары былай өрілсе керек-ау деп шамаладым. Майрашым, қос құлыным, бұл ойларымды, тілегімді отағасы, ағасының мөлдір мұңы деп ұғыңдар. Маған босауға, бор кеміктенуге болмайтынды жақсы түсінем. Ол үшін өздеріңмен сырласып, сендердің рухтарыңнан күш-қуат алып отыруым керек. Сонда ғана тұла бойымда бір бұла күш бітіп, сымдай тартылып, сырбаз қалпыма жүретін деймін. Сырт көзінің сыншылдығына осылай жауап берсем керек. Адам баласының жан дүниесі, ой өрісі, киім киісі, жүріс-тұрысы бар жағынан да сұлу болу керек деген сөзді жазушы Чехов айтты десек. Бұл сөз менің аса мейірбан, сүйікті де сүйкімді қалпынан ешқашан ажырап көрмеген көркемдерім, өмір бақи сол көркем қалпында көз алдымда тұратын тілеулестерім, асылдарым, Майра, Мәди, Сағида арналып айтылғандай, қылаудай шүбә жоқ. Алтындарым-ай, жүрегімді жұлып әкетіп, жастанып жүрмекенсіңдер. Адам ешанды деген рас сірә. Еш жиярмыз, бейопа өмір өз белігіне масаттанып жалғаса берер. Енді қанша өмір сүрем, ол жағын кім білген, пешенемізге жазғаннан тағы да көріп алармыз, бірақ маған өлім енді қорқынышты емес. Астамшылықтан айтқандай болмайын, соның өзін жеңгендей халдемін. Хас өнер қасіреттен де туады деуші еді бір дана. Майра, сенің рухың мықты, мәрт боп шықты. Қос қозыңды қасыңа алдың. Бәлкім ертерек кетіп қандыра алмай кеткен аналық мейірімі магниттеп тартты екен құлындарыңды. Түсіме жиі ембегеніңмен анда-санда кіресің. Нұрлы жүзіңді анық көрем. Бұл өмірден өтергінің алдында түсімде көргенім бар еді. Жар жағалап келеді екенбіз дейм. Екеуміз де ерекше көңілдіміз. Бізден асқан бақытты жан жоқ. Жағалауда жалғыз екеуміз ғана жалпағынан басып келе жатқандаймыз. Дүниенің бар қызығын екеуміз ғана еленгендейміз. Әйтеуір бір биіктеміз. Екеумізге де қанат біткендей ұшып келе жатқандаймыз. Төменде қол созым жерде айдың көл жарқырап жатыр. Ойымыз сол айдынға түсу. Мен өзімше сол баяғы жігіт кезімдегідей әбжілдік танытып, бір оңтайлы жерден секіріп түсіп, сымдай тартылып тұра қалдым да саған қол создым. Кенет Майра, Майра деп айқайлап жібердім. Менің даусымнан аспан мен жердің арасы астасып кеткендей болды. Сенде үн жоқ, көрінбей кеттің. Содан жоғары қарай өрмелеп бара жатыр екенмін деп оянып кеттім. Неге екенін кім білсін, әйтеуір таң ата көрген түсім айнымай келеді. Осыдан кейін көп ұзамай өмірден өттің. Мәди қайтарынан 3 күн бұрын да түс көріп едім. Жаңа қазылған қабірдің жас топырағын басып өтіппін. Артыма қарасам ізі қалыпты. Құданың құдіреті, Сағида да солай болды. Шыны түтіктен бұрқ-сарқ етіп қан жүріп жатыр екен дейм. Апырай, жарылатын болды-ау деп зәр төбеме кетіп тұрым. Ақыры әлгі түтікше жарылып тынды. 3 күннен кейін шауып жүрген сап-сау Сағиданың жүрегі жарылды. Тәңірі құлақ кесті пендесіне осынша қасірет қамытын кигізуге пейілді емес болар. Сонша жазықты болатындай жағдайымызда жоқ еді. Кейде осының бәрі Тәңірінің өз еркінен тыс, Құдайдың өзі қалғып кеткенде болған іспе деп ойлаймын. Өйткені сол бір Тәңірінің тілеуімен дін аман жетіп едік қой осы күнге. Дегенмен бұл жағдайлар кездейсоқтық емес. Түсімде аян берді деп жатушы еді көне көздер, сол сірә бекер болмас. Себебі кино түсіріп жүрген кезімде де театр сахнасында да оң жамбасыма келе қоймаған кейбір эпизодтар, күрделі образдарға түсімде қолдау, сүйеніш тауып жүретінмін. Қысқасы түсімде табысқа жетіп жүрдім. Шынайы өмірде де солай болып жатты. Бұл не құдірет?